Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы презентациядағы анимация. Балалар, анимация дегенді қалай түсінесіздер? Анимацияны не үшін қолданады? Балалар, бүгінгі сабақта үйренетініміз презентациядағы ауысулар, презентациялардағы нысандардың анимациясын келтіру. Презентациядағы анимация дегеніміз не? Анимация латын тілінен аударғанда жандану, тірілу, мультимедиалық технология, қозғалыстағы нысанды бейнелеу әсері. PowerPoint программасында анимацияларды баптау үшін мына әрекеттерді орындау керек. Анимация, анимацияны қосу. Презентацияда анимациялық әсер жасаудың 4 түрі бар. Кіру әсерлері, ерекшелеу әсерлері. Бұл әсердің құрамына нысанның өлшемін кеміту немесе ұлғайту, түсті өзгерту, оның ортасында айналу әрекеттері кіреді. Шығу әсерлері. Әсерлерді жасау түрлері. Кіру әсерлері, ерекшелеу әсерлері, шығу әсерлері мына суретте көрсетілгендей. 4-ші қозғалыс жол әсері. Бұл әсерлерді нысанды жоғары, төменге, солға, оңға немесе жұлдызы шеңбері бағытына қарай қозғау үшін басқа әсерлер арасында, яғни қолдануға болады. Балалар, біле жүрейік, анимация әсерін кез келген нысанға қолдануға болады. Әр нысанға бірнеше әсер қолдануға болады. Презентация кезінде әр әсердің қосылу жолын тағайындауға да болады. Әр әсердің бір немесе бірнеше түрі бар. Анимация басы, масштаб, жылдамдық, қозғалыс бағыты, шамасы және тағы басқа. Міне қызық балалар, 28 қазан халықаралық анимация күні. 1892 жылы осы күні француз суретшісі және өнертапқышы Эмиль Рено өзінің оптикалық театрын халыққа таныстырды. Көрермендер алғаш рет анимациялық фильм көрді. Енді балалар, тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырмада ізденіп орында. Батырмалардың қызметін жаз. Ойлан, жаз. Анықтаманы толықтырып жаз. Ол анықтамалар. Бірінші, слайдтар арасындағы ауысу дегеніміз және анимация дегеніміз. Келесі тапсырма, жасырын сөзді тап. Жазылған әріптерді 1, 2, 3, 1, 2, 3 деп қайталап сана. Үшінші әріптің астынсыз, асты сызылған әріптерді төменге жазып шық. Қандай сөздер шықты? Дауыстап оқы. Үлгісі берілген мына әріптерден слайд деген сөз шықты. Келесі жасырылған 3 сөзді тап. Енді сұрақтарға жауап берейік. Анимациялық әсерлерді қалай қосамыз? Анимациялық әсердің қандай түрлері бар? Анимацияның көмегімен суретті көрсетілген бағыт бойынша қалай жылжытуға болады? Талдап салыстырайық. Жай параққа жазылған ақпарат пен презентация арқылы жасалған ақпаратты салыстыр. Қай тәсілмен берілген ақпарат есте қалады деп ойлайсың? Неліктен? Ендігі тапсырма компьютерде орындаймыз. Құстар біздің досымыз деген тақырыпқа презентация жаса. Тақырыбын 3 тілде жаз. Төмендегідей суреттерді қойып, әртүрлі анимациялық әсерлерді пайдалан. Презентацияны өз қалауынша безендір. Ендігі кезекте сабақты қорытындылаймыз. Ауа райы арқылы қорытындыла. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.